Ассалаумағалейкум, алтынды барнасының алтындай достары. Бүгінгі жаңалықтарыңыз дайын. Манчестер Юнайтед нақты құтылғысы келетін 4 ойыншының атын айтты. Сауд Арабиясының лигасынан тағы да кеткісі келетін ойыншылар пайда болып жатыр. Виктор Осимхен Наполидан нақты кететін болды. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті футбол ақпараттары осы Алтын доп YouTube арнасында. Ал енді әдептен озбай, көп созбай бастаймыз. Кеттік. Удинезе мен Миланның арасында расизм болды, яғни нәсілшілдікке қарсы оқиға пайда болды. Удинезе мен Миланның ойынында Миланның қақпашы Миньянға қарсы нәсілшілдікке байланысты сөздер айтылды. Және де бұл жерде Милан ойынды тоқтатты, жалпы төреші ойынды тоқтатты. 10 минуттан кейін барып ойын жалғасқан болатын, және де УЕФА, FIFA бұған іс-шара қолданатынын айтты. Және де қолданды. Осы нәсілшілдікті бастаған, жаман сөздерді айтқан, бөлінуді бастаған бір-екі жанкүйерді мәңгілікке Удинезе стадионына кіруге тыйым салды. Өмір бақи. Және де келесі ойынды Удинезе өздерінің стадионында бос өткізетін болады. Келесі ойынға ешқандай да жанкүйерді кіргізбейді. Осындай шешім қабылданды. Және де Марк Миньянның өзі сөз сөйледі. Нәсілшілдікке бөлінуді тоқтату керек, жетер болды, жетті. Жалпы сол бастаған адамдарға қой деп айтпағандардың бәрі солармен бірге деп санаймын. Және де бұл нәрселерге іс-шара қолданып тыйым салмайтын болса, УЕФАның басшылықтарында солармен бірге аужаласқан деп санаймын деді. Ал енді көмекке Марк Миньянға Килиан Мбаппе келді. Килиан Мбаппе айтты Миньянға: сен жалғыз емессің, біз сенімен біргеміз деді. Ал енді нағыз расизм, нағыз бөлінуді көп көріп жүрген Винисиус бар. Винисиусқа енді бәрі қарсы, бәрі неше түрлі әңгіме айтады. Сол Винисиуста келіп Марк Миньянды қолдады. Расизмді бастап жүргендерге, нәсілшілдікке бөлініп жүргендерге іс қозғау керек, соттау керек деді Винисиус. Негізі, мүлдем бөлінбеу керек. Футбол жалпы достықтың алаңы болуы керек деп санаймыз. Ал енді бонустың алаңы жайлы да айта отырайық. Біздің сенімді серіктесіміз Париматчты білесіздер. Адреналинге толы футбол апталығы. Жаңа апта футбол алаңындағы эмоциялардың өрлеуі. Париматч Қазақстанмен бірге өз фаворитің үшін жанкүйер болып ойынға қосыл. Біздің сенімді серіктесіміз Париматч Қазақстаннан 150 000 теңгеге дейін бонус және 2000 теңге қосымша фрибет алғыңыз келсе, видео астындағы сілтемеге өтіңіз. Манчестер Юнайтед өздерінің командаларын қазірден бастап тазарта берсек ба деген ниетте екен. Және де ол жерге бірден жып-жылы ып-ыстық кезінде ілініп қалған ол списокқа, тізімге бірінші Рафаэль Варан, одан кейін Казимиро, одан кейін Санчо, одан кейін Антони. Жалпы бұл төртеуі жайлы да Манчестер Юнайтедтің басшылықтарын біз түсініп отырмыз деп айтсақ болады. Бұл төртеуін не біріктіріп тұр деген сұраққа келетін болсақ, бұл төртеуін үлкен жалақы біріктіріп тұр. Және де сол жалақыны төртеуі де ақтай алған жоқ. Ең бір нашар трансферлердің бірі деп Антониді айтуға болады. Санчо айтпасақ та түсінікті. Варан мен Казимиродан да құтылу керек, себебі негізгі құрамның ойыншылары емес, бірақ та негізгі құрамның ойыншыларынан көп жалақы алып отырған ойыншылар. Манчестер Юнайтед түсінуге болады. Және де Антони мен Санчодан бір кем дегенде 70 миллион екеуін қосқанда 80 миллиондай ақша шығарып қалсақ деген ниеттері бар екен. Енді ниеттеріне жетсін деп қояйық. Ал енді екеуін 180 миллионға алған еді. Казимиро мен Вараннан да аздаған ақша ғана көре алады, бірақ көп қаржылық ведомство босатылады, жалақыны босатылады деген сияқты. Осы төртеуінен де осы маусым біткеннен кейін, ыңғай келсе қазір қыста, келмесе осы маусым біткеннен кейін құтылсақ деген ниетте отыр екен. Бұны sport.s The Athletic басылымдары жеткізіп жатыр. Барселона клубында ауызбіршілік кетіп жатыр деген ақпараттар бар. Енді жалпы Реал Мадридпен болған ойыннан кейін Хавиді ауыстыру керек ба деген сияқты ойыншылардың ішінде де әңгіме болды деген ақпараттар бар. Және де Бетистан кейін қайтадан сенімдері оралды Хавиға деген.
дегенде басылымдар жаңалықтарды жеткізіп жатыр. Хави мен Хави Эрнандес пен Левандовскийдің арасында бір текетірес болып қалды, сөзге келіспеушілік болып қалды деген ақпараттар шықты. Кубоктардағы ойында Унионитаспен ойнады Барселона, сол ойыннан кейін сұхбат берген екен Левандовский. Бұл кубокта енді бір ғана осы біздің биылғы маусымдағы алатын бір ғана кубогымыз осы кубокта. Үмітіміз осыда. Енді сол кубоктағы ойынға мықты құрам шығару керек еді деген ақпарат сөз сөйлеген екен. Ал енді Хави болса, біз басшылық бәріміз, жаттықтырушылар, көмекшіміз бәріміз аналитика жасадық, сараптадық және де мықты құрамды шығардық деді. Енді ол ойынды 3-1 есебімен жеңіп алды ғой, барлықтарыңыз білесіздер. Ал енді Левандовский бүйтіп араға ауызбіршілікті бұзып, алауыздық салмағаны дұрыс болатын еді. Левандовскийдің қазіргі таңда қатырып жүрген шамалы. Барлық нәрсені жасап беріп, команданы сүйреп, голын салып беріп, бәрін жасап жүріп, бір осындай бір әңгіме айтып баса, мағыл дейсің да. Енді қазір қатардағы ойыншылардың бірі деп санаймын. Мен Левандовскийді мүлдем ерекшелемеймін. Енді осы маусымда деп айтайық. Алдыңғы маусымдарда жақсы ойнады, оған әңгіме жоқ. Сондықтан енді Хави мен Левандовскийдің арасындағы алауыздық басқа ойыншыларға тиіп кетуі мүмкін. Қазір нағыз керек ауызбіршілік Барселонаға. Себебі талас енді басталды, ойынның бәрі алда, және де Реал Мадридтің президенті Флорентино Перес пен Жоана Лапортаның арасында да кикілжіңдер пайда болған тәрізді. Жалпы Флорентино Перес Негрейраның ісі бойынша Барселонаны жек көреді. Барселона Жоана Лапорта да Флорентино Переске оң көз қараста емес. Алаңда ғана емес, алаңнан тыста Реал Мадрид пен Барселона бір-біріне кәдімгідей қарсыласқа айналып бара жатыр. Енді екеуі бірігіп Суперлиганы құрайын деп жатыр, бірақ осында екеуінің өз бір-бірімен ерегесіп жатқанда басқа командаларды қалай шақыра алады екен, сол маған өте қызық. Сергей Милинкович Савич. FIFA ойнағанда Сергей деп айқайлататын жаңғыз ойыншы. Негізі бұл ойыншыға көп топ клубтар Европада қызыққан болатын, бірақ та ақшаны таңдап Сауд Арабиясына барды, Аль-Хилалға. Енді бұл Сергей көкемде Сауд Арабиясының чемпионатына рахмет деп жатқан жайы бар. Қашайын құрсын, Европаға жалақымды 4-5 есеге төмендетуге дайынмын. Мен әңгімеге ашықпын. Егерде ұсыныстар болатын болса, Европаға кетем деп отыр. Неге дегенде, барлық қашып жатқан ойыншылардың айтатын пікірі сол Сауд Арабиясының чемпионатының өте әлсіздігі. Біріншіден, екіншіден стадиондардың бос болуы, үшіншіден ойыншыға деген профессионалды тұрғыдағы қарым-қатынастың жоқтығы, төртіншіден енді өздерінің мәдениеті. Енді осыған байланысты кетейін деп жатыр, және де Сергей Милинкович Савичке Ювентус клубы қызығушылық танытып отыр. Бірақ та енді Аль-Хилаль көп ақша қалғандықтан оларды аз ақшаға жібермейтін шығар. Сондықтан Ювентус осы қыста бәлкім жалға алып, одан кейін жазда сатып алу мүмкіндігін қарастыруға болады. Енді Италияға шақырушылар көп, Францияның лигасына да баруына болады. Енді қай лигаға барсам да, Сауд Арабиясының лигасынан кетіп қалсам болды деп отыр. Қазіргі таңда Сергей Милинкович Савич кезінде қанша топ клубтар қызыққан кезде ақшаны таңдап Сауд Арабиясына барған еді. Ақшаның ләззатынан футболдың ләззаты күштірек екенін енді түсініп отыр. Футболдың, стадиондардың бере алатын ләззаты Сауд Арабиясында жоқ екенін енді түсініп отыр. Енді қайтадан ақшаңа да рахмет, басқаңа да рахмет, мен футбол ойнағым келеді деп қайтадан Европаға қайтқысы келіп отыр. Онымен бірге Карим Бенземаны білесіздер. Карим Бензема да айтты: мен бұл жердегі медиалардың басылымына, ойынына, жалпы бәріне рахмет айтамын. Мені бір шетінен қысып жерді. Бензема өзінің деңгейінде емес деген жаңалықтар көп шығып кетті ғой негізі. Соның бәрі кері әсерін тигізген тәрізді. Карим Бенземаны енді Лион қанша дегенмен қатарына қосқысы келеді, Лионның қолынан келеді деп мен өзім айта алмаймын. Енді Челси клубының басшылары Бенземаның агенттерімен, Бенземаның жақындарымен сөйлесіп жатыр деген ақпараттар бар. Челсиға келсе, меніңше топ жақсы реализация керек қой қазір Челсиға. Қазіргі таңда реализацияны жасай алатын осы Карим Бензема. Карим Бенземаның жанына пас бере алатын, жақсы ойын көрсете алатын Челсида ойыншылар жетеді. Сондықтан Бенземаға Челси жаман нұсқа емес деп санаймын. Бензема да, Сергей Милинкович Савич та қалай да Сауд Арабиясынан кетсек болды деген ұстанымды ғана ұстап отыр.
Виктор Осимхен осы маусымнан кейін Наполидан кетеді. Бұл әңгіме жаңалық қайдан шықты десеңіздер, Виктор Осимхеннің өзі айтты. Сұхбат берді, және де осы маусымның соңына дейін Наполида қаламын, келесі маусымда клуб ауыстыратын боламын, бәлкім лига деді. Енді АПЛ жайлы бір сөзінде айтып өтті. АПЛ ең мықты лига деді. Енді ол айтпасақ да түсінікті ғой. Жалпы АПЛды бір түртіп өтті. Ал енді Хвича Кварацхелидің агент айтқан болатын, Виктор Осимхен осы маусымнан кейін Сауд Арабиясына барады деп. Және де Осимхеннің агенті мен Кварацхелидің агенті ұрысып қалды. Бұл жалған ақпарат, неге сен ондай ақпарат таратасың деп. Енді барғысы келсе де бармайтын шығар, себебі Сауд Арабиясынан бәрі кейін қашып жатыр. Қазір топ деңгейде қандай клубтар таласып жатыр. Виктор Осимхенға осыны біле тұра Сауд Арабиясына барса, ол ақымақтық деп санаймын. Енді АПЛдың екі командасы және де Парис Сен-Жермен таласып жатыр. АПЛдың бірінші командасы Арсенал клубы, Челси клубы және де ПСЖ. Бұл үшеуіне де шабуылшы керек, 9-дық. Үшеуінде де ақша бар, үшеуі де алады. Арсеналға қазір жақсы пушка керек, осылай керек келген доптарды салып беріп тұратын, және де Кайхаверт сатып жүру керек сияқты. Меніңше Арсеналдың ойынына келмейді. Парис Сен-Жерменде Коломойни бар, Рамуш бар. Рамушты сатамыз деп отыр. Коломойниде қазір ойынға қатты кірген жоқ, бірақ та Парис Сен-Жермен бәрібір Мбаппенің жауабынан кейін барып қарастыратын болады. Себебі Килиан Мбаппе кете ма, кетпей ма соған қарайды. Кетіп қалған жағдайда сөйлесетін шығар. Виктор Осимхенмен әзірге тыныш. Ал Челсиға өте қажет. Челси осы маусымның соңына дейін Карим Бенземаны жалға алып алса, содан кейін осы маусым біткеннен кейін Виктор Осимхенді алатын болса, өте ақылды, мықты нұсқа жасады деп санауға болады. Челсиға ұзақ жылдарға осындай бір пушка керек-ақ. Енді қайда баратыны белгісіз, бірақ та Наполидан нақты кетемін деп өзі Виктор Осимхеннің сұхбат берді. Бүгінге осы, арнамызға жазылып қоңырау жаны басуды ұмытпаңыздар, себебі біз күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет, ертең кездескенше.